Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Шолпан. Бүгін біз осындай батон, гүл және тағы да басқа нанның түрлерін жасайтын боламыз. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, мені қолдап отырыңыздар. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен бізге ұнымыз, ашытқы, тұз, сүт және су қажет болады. 550 грамм жылы суымызға 550 грамм жылы сүтімізді құйып, жақсылап араластырып, сонан соң тұзымызды салып, тұзымыз ерігенше араластырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, суымыз бізде қатты ыстық болып кетпеу керек. Қатты ыстық болса, біздің ашытқымыз күйіп қалады. Енді ашытқымызды салдық, жақсылап араластырып, ұнымызды 3 бөлікке бөліп салыңыздар. Менде ұн бұл жерде 1,5 килограмм шамасында. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болады. Тығыздығына қарай қамыр илеп жатқан кезде өздеріңіз қарап саласыздар. Жұмсақ қамыр илеп, иі қанғанша әбден илейміз. Міне көріп тұрсыздар, дайын болған қамырымызға пищевой пленканы жауып, жылы жерге 1-1,5 сағат шамасында қалдырып қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қалай көтерілгенін көріп тұрсыздар. Ашты әбден. Дайын болған қамырымыздан пищевой пленкамызды алып, оны 4 бөлікке бөліп аламыз. Міне көріп тұрсыздар, қандай болып көтерілді. Енді осы қамырымызды менде 1-2 батоннан, 1 гүлнан, бір тағы кереметтен нан дайын болды. Сіздер кішігірім батон болғанын қаласаңыздар, 4 бөліктен де көп бөліктерге бөлсеңіздер болады. Менде кішкене уақыт болмады, асығыстау уақыт болғандықтан мен 4-ке бөлдім. Негізі 5-6 нанда шығады бұл құрам бойынша. Міне осылай дөңгелетіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Міне уже екіншісін дөңгелетіп алдық. Енді бауырсақтың қамырын жайғандай біз ақырындап батон нанымыз үшін қамыр жайып аламыз. Мен ең алдымен бірінші батон нандарын дайындап алдым. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Қатты жұқа болып кетпеу керек, біздің қамырымыз қолға жабыспайтындай қамыр болу керек. Міне көріп тұрсыздар. Енді осылай жақсылап ораймыз. Мен камераға көрініп тұру үшін осы жағынан орадым, ал сіздер өздеріңізге қолайлы жағынан орауларыңызға болады. Енді екі шетін қайтара ортасына әкеліп, жақсылап осылай 1-2 айналдырып жіберіп, табамызға ұн сеуіп, кішігірім батон нанымыз астына жабысып қалмас үшін ұн қажет болады. Енді өткір пышақтың немесе алмастың көмегімен кесіп алсаңыздар да болады. Бізге бұл әдемі әсемдік беріп тұрады батон нанымызға. Не көріп тұрғандарыңыздай әдемілеп кесіп алдық. Енді бетіне пищевой пленкамызды жауып, жылы жерге 20 минут шамасында көтерілуге қойып қоямыз. Міне осылай қойып қойыңыздар. Міне біздікі 20 минут шамасында көтерілді. Қанды екеселенген масса болып көтеріліп шықты. Енді жұмыртқамыздың сарысын жақсылап барлық жеріне тегіс етіп жағып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай тегіс етіп жағып алыңыздар. Сонда бәрі біркелкі түсті әдемі болып шығады. Онан соң үстіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша күнжіт, мак сепсеңіздер болады. Әсемдік үшін әдемі көрініп тұрады. Енді қыздырылып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп алсаңыздар болады. Екінші нанымыз бізде қолдың көмегімен осылай жайып аламыз. Ешқандай оқтауды қажет етпейді. Тырнақпен жақсылап басып, 20 минут шамасында бұнда дәл осылай жылы жерге қойып қоямыз. Енді жылы жерден аламыз. Көріңіздер, бұлда екеселенген масса болғанша көтерілді, әбден көтеріліп алды. Жұмыртқаның сарысын жағамыз. Бұғанда біркелкі тегіс етіп жағыңыздар. Енді күнжіт себеміз. Мак сеусеңіздер де болады, өз қалауларыңыз бойынша. Құрамына ешқандай май қосуды талап етпейтін ерекше нан. Үшінші нан бізде бұл гүл болып шығады. Мен бұл кезде алмасты пайдаландым. Менің қамырым негізі кішігірім қаязып қалды. Ана 2 нан дайындап отқан кезде ұзақтау уақыт тұрып қалды. Сондықтан кішігірім қаязып қалды. Көріп тұрғандарыңыздай осылай екі шетін біріктіріп, әдемілеп гүлдің формасын жасап аламыз. Барлығын біртіндеп осылай жасап шығасыз. Ендігі сәтте осындай құрылғының көмегімен нанымыздың ортасына гүл әсемдеп алсақ, біздің нанымыз керемет көрінеді. Оған да дәл осылай пищевой пленка жауып 20 минут шамасында қойып қоямыз. Дайын болғаннан кейін бетіне жұмыртқамыздың сары уызын жағып, бір тегіс етіп жағып алыңыздар. Міне көріп тұрсыздар.
Сонан соң күнжіт немесе мақ сепсеңіздер әдемі көрінеді. 200 градуста қызып тұрған пеште бұны 20-25 минут шамасында пісіріп аласыздар. Видео ұнаса мені қолдап отырыңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Шолпан. Пікірлеріңіз болса комментария бөліміне жаза кетіңіздер.